Сәлеметсіздер ме арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Монғолияның бұрынғы президенті Халтмаагийн Баттулга көмір ұрлығына қатысы бар деген күдікке ілінді. Ал елдің экономика және даму министрлігі Чимитхулбатыр өзінің Twitter парақшасына Баттулганың елден шығып кеткенін растады деп хабарлайды Монғолияның бұқаралық ақпарат құралдары. Тіпті кейбір ақпарат көздері оның елден 280 миллион ақш долларын алып кеткенін жазуда. Ал кейбірі оның денсаулығына байланысты Кореяға емделуге кеткенін айтқан. Осыған дейін Монғолияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комитеті елдің бұрынғы президенті көмір ұрлығына қатысы бар деген мәлімдеме жасаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдары Монғолиядағы парламенттік сайлау қарсаңында Халтмаагийн Баттулга зейнеткерлік жастағы адамдар арасында өте үлкен соманы төлеуге мәжбүр болған. 200 мыңға жуық борышкердің несиесін өтеп жомарттық танытқан еді. Сондай-ақ Монғолияның бұрынғы президенті билікке келгеннен кейін сәнді резиденциядан бас тартып, тіпті жұмысқа жаяу әрі оқиғаларынсыз баратыны туралы ақпарат тараған болатын. Айта кетейік, Монғолияда 6,8 миллион тонна көмірдің ұрланғаны туралы ақпараттан кейін халық жаппай наразылыққа шыққан еді. Расталмаған ақпаратқа сәйкес көмірдің жалпы құны 1,8 миллиард теңгені құрайды.